Сәлематсыздар ма, құрметті оқырман қауым. Ғасырлар қазынасының шежіресі, жыршылар мен қазіргі сал-серілер қызықты кітапхана рубрикасы өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі біздің қонағымыз ақын, халықаралық, республикалық айтыстардың бірнеше дүркін жеңімпаз жүлдегері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Зайсан ауданының құрметті азаматы Серік Садуақасұлы Құсанбаев. Серік Құсанбаев 1963 жылдың 24 қыркүйегінде Шығыс Қазақстан облысының Зайсан қаласында дүниеге келген. 1988 жылдан бастап ақындық өнермен айналысқан. Халықаралық, республикалық және аймақтық дәрежелерде өткізілген ірі жыр сайыстарының бірнеше мәрте жүлдегері. Әрі әнші, термеші ретінде сан қырынан таныла білген арқалы өнерпаз. Байғыз жырлаумен өткен 20 жыл атты кітаптардың авторы, туындылары республикалық, облыстық баспасөз беттерінде жарық көріп тұрады. Ел көңіліндегі өзекті мәселелерді қылыштай өткір жырларымен өрнектеп айта білетін Серік Құсанбаев қазақ халқының бірегей айтыс өнерін 30 жылдан астам уақыт көлемінде насихаттап келе жатқан өнерпаз. Серік Садуақасұлының айтыс сахнасында көтерген ұлттық рухтағы өзекті мәселесі республикалық басылымдарда жарияланып, айтыс көрермендері мен республика жұртшылығынан ғалымдарымыз Тұрсынбек Кәкішев, Серік Қирабаев, Ғарифолла есіммен қатар елімізге танымал Тұрсын Жұртбай, Қадыр Мырзалы, Ақселеу Сейдімбек сынды жазушы қаламгерлер мен сыншылар тарапынан жоғары бағасын ала білген. Ол өз өнерін Түркия, Қытай, Өзбекстан, Ресей елдерінде паш етіп, барлық сапарлардан абыройлы оралған. Республикалық деңгейдегі жыр додаларында елге танымал ақындар мен жыр бәсекесіне түсіп, айтыс сайын өзін-өзі шыңдай білген жүйрік ақын. Ол республикалық дәрежеде өткен айтыстарда Аманжол Әлтаев, Баянғали Әлімжан, Дәулеткерей Кәпілі, Айтақын Бұлғақов, Мұхамеджан Тазабеков, Оразалы Досбосынов, Айнұр Тұрсынбаева, Ринат Заитов, Балғынбек Имашев және Қазақстанның халық ақындары Әсия Беркенова, Әселхан Қалыбекова сынды ел қадірлеген жыр саңлақтары мен өнер сайыстырып, көпшілік көңілден шыға білді. Ақынның қол жеткізген ірі жетістігі 2019 жылы Наурыз мерекесі қарсаңында күллі шығыс жұртшылығын бір серпілткен Петропавл қаласында өткізілген айтыскер ақын, драматург Ерік Асқаровтың 60 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысының бас жүлдегері атануы. Осы жылы Қостанайда өткізілген Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған республикалық айтыстың екінші жүлдегері атанған ақын, қазақ ақындар арасындағы жыл сайын жүргізіліп отыратын рейтинг бойынша 110 ақынның арасынан алғашқы 10-ды түйіндеп, республикалық Алтын домбыра 2019 жыр сайысына жолдама алды. Айтыс саласындағы орасан еңбегі мен шығармашылық жетістіктері үшін Серік Құсанбаев көптеген марапаттарға ие болды. Жұбайы Дидар екеуі Мөлдір Айбын атты ұл қыз тәрбиелеуде. Қыздары Мөлдірден Жасмин Камил атты немерелері бар. Серік Құсанбаев республикамызға кеңінен танымал айтыс ақындарының арасында абыройлы. Оның ешкімге еліктемей, ешкімге жалтақтамай, қоғамдағы келеңсіздіктерді кестелі жырымен келістіре жырлай білуі, ел ішіндегі өлең қуған талай жас өнерпазға үлгі. Әсіресе кейінгі жас толқынның өкілдері оны ұстаз тұтып, айтыстағы мақамына, сөз саптасына, өткірлігі мен өжеттігіне көп еліктейді. Қазіргі таңда Серік Садуақасұлы облыстық Дидар газетінде тілшілік қызмет атқарады және жас ақындарға ұстаздық етумен айналысады. 2017 жылдың ақпан айынан Шығыс ақпарат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының шығармашылық саладағы орынбасары болып тағайындалды. Серік Садуақасұлының өнерге, өнерпаздарға қала берді өзіне деген талабы мен талғамы да өте жоғары. Халықаралық, республикалық, аламан айтыстарда ақиқатты ту етіп желбіреткен арқалы ақынның қазақ халқына бергенінен берері әлі де көп. Назарларыңызға Серік ақынның Петропавл қаласында өткен айтысынан үзінді ұсынамыз. Мен едім, керекуде жүргенде семсер тілді середім, бүкілеген сол елдің бәйгесін бермес кередім. Ер ағамның барында екі тарлан бөредім, қай ақыннан кемедім, бар ақынмен тең едім.
Ой ераға тығырыққа тірелсем, ақыл айтып жөн сілтер Исатай басшым сен едің, соңыңа ерген солақай маған бетінің мен едім. Қар өлімнің қайнаған сарқылмайтын кен едің, жоқ болып өзің жүрсеңді, жоқ жітікке қарасқан жомарт едің, кең едің. Ой ераға Абылай көкші бекзаттай ұлдарыңды жеткізіп немере сүйсем деп едің, жарасып алтын жеңгеммен алтын бір тойға бір жетіп шөбере сүйсем деп едің. Амалым қанша ерағау тірлікті мынау тәрк етіп, жай отындай жарқ етіп келместің мініп кемесін қай жаққа аға жөнедің. 60 жылдық тойыңды жоқтау емес өзіңе арнау айтсам деп едім, қызыл жардың төрінде әруағыңды жырыммен тербейін деп кеп едім. Қаралы болған елімнің жаралы болған жүрегін емдейін деп кеп едім. Міне қымбатты оқырман қауым, бір ақынның сау болса тіл мен жағы, мың адамның айтылар мұң мен зары демекші, семсер тілді серік ақынға шығармашылық табыс тілей отырып, айтарыңыз көп болсын ақын аға демекпіз.